Жетісайда мақта бар да өңдеуші жоқ. Осылай деген жергілікті кәсіпкерлер жан айқайын жеткізді. Олар әкімнен шағын және орта бизнес саласында қолдау көрсетуді сұрады. Біз жалпы адамдардың барлығы ұсақ шаруашылық дамымай, мына үлкен шаруашылық дамымайды. Соның үшін біреулеріңіз сіз айтып жатқан программа бізге өте тиімді, оны істеріңіз. А вот что касается мына завод, мына жарқын жеңіміз айтып отыр, өте жақсы идея айтты. Конкурентный болу үшін сол кішкентай завод салуымыз керек. Бірақ оған не только айтуымыз керек. Жарқын айтты ма, жарқын өзі бір завод салу керек. Мен айттым ба, мен салуым керек. Сөйтіп сол көрсетуіміз керек. Сол артымыздан барады. А говорить етерлік. Жетісай мақтадан өзге бақша өнімдерін өсіруге бейім. Сондықтан іскер әйелдер қауымы қауын қарбыздан түрлі тәттілер мен шәрбат сусындар өндіретін зауыт ашуды қолға алуды ұсынды. Жаңағы қауындардан неше түрлі жаңағы орбит нелерді шампундарды неге істемеске? Біз жаңағы немелерді бүтіндей алып қойсақ, небір компоттар, небір нәрселер неге істемеске? Соның барлығына бізге ең төменгі пайызбенен мини цехтарды неге ашпасқа? Ал өңір басшысының шаруалармен еркін кездесуінде Өзбекстанмен екі жақты ортақ келісім шарт жайында ақпарат берді. Сонымен қатар өз өтінішін жеткізген кәсіп иелеріне мемлекет тарапынан қолдау болатынын, алайда еңбек етпей ештеңеде өнбейтінін айтады. Сондықтан еңбектене отырып бірге экономиканы көтеру керектігін жеткізді. Түркістан облысында ең кемдегенде 80 завод болу керек екен бізде. Фабрика. Завод фабрикада 80 болу керек екен. Ол қайта бізде біреу де жоқ. Біреу де жоқ. А оны кім істейді? Оны кім істейді? Оны істейтін кәсіпкерлер. Өздерін істеу керексіздер. Мемлекет пен кәсіпкерлер партнер ғой. Мемлекет оған жағдай жасайды, инфрақұрылым береді, жерін береді, бағандай несиесімен көмектеседі. А бірақ кәсіпкерден инициатива болып бір мынаны істеймін деп келмесе, ол жерде ешқашан дамымайды. Айта кетейік, өткен жыл ауданның өнеркәсіп өнім көлемі 14 миллиард 814 миллион теңгені құраса, оның 7,6 миллиард теңгесі өңдеу өнеркәсібіне тиесілі. Әзірге аймақта 19 мың шағын және орта бизнес субъектісі жұмыс істеп тұр.